Сәлем достар, менің тарих таным каналыма қош келдіңіздер. Бұл каналдан еліміздің, отанымыздың тарихы туралы тегін білім алатын боласыздар. Сондықтан да каналға бірден тіркеліп, саусақтарыңыздың ұштары менен лайықты көбірек басып тастап, маған күш-жігер сыйлаңыздар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық қозғалыс. Бұл сабақта сіздер көтерілістің себептерін, мақсатын, қозғаушы күштерін білетін боласыздар, және жалпы осы көтерілістің барысы туралы айтатын боламыз. Кенесары Қасымұлы басқарған көтеріліс 1837-1847 жылдары патша үкіметінің отаршылдық саясатына және қоқан хандығына қарсы ұлт-азаттық сипаттағы көтеріліс болды. Бұл кезде қазақ халқының жағдайы қандай болды? Патша үкіметі батыс, солтүстік және шығыс бойына, шекара бойына түгелдей бекіністер салып, қазақтардың ежелгі қоныстарын тартып ала бастады. Сондай-ақ Жетісудың бір бөлігі Қоқан хандығының қолында болды. Олар да қазақтарға алым-салық салды. Ал кіші жүздің бір бөлігі менен Сырдарияның төменгі ағысы Хиуа хандығының қолында болды. Сондықтан Кенесары осы Қоқан және Ресей мемлекетіне қарсы күреске шықты. Негізгі көтерілістің мақсаты патша үкіметінің қазақтардан тартып алған жерлерін, Абылай хан кезіндегі атамекен қонысын қайтарып алу, 1222 және 24 жылғы реформа бойынша құрған округтерді жою, хандық билікті қалпына келтіру және патша үкіметінің енгізген алым-салықтарын жою және Қоқан хандығына қарсы күресу болды. Көтерілістің қозғаушы күші бұл қарапайым халық болды. Сондай-ақ көтеріліске старшындар да, билер, батырлар, сұлтандар да қатынасты. Және көтеріліс ұлттық сипатта болды. Қазақ халқынан басқа бұл көтеріліске орыстар, башқұрттар, қарақалпақтар, түркмендер, өзбектер, тіпті поляктар да қатынасты. Көтерілісті басқарған Кенесары хан бұл Абылай ханның туған немересі еді. 1802 жылы Абылай ханның баласы Қасым сұлтанның шаңырағында дүниеге келді. Кенесары Қасымұлы қаһарман батыр, қолбасшы, дипломат, аса көрнекті тұлға, мемлекет қайраткері болды, және ол ерік-жігері мықты, батыл, көзсіз ерлік жасайтын адам болды. Кенесары патша үкіметінің күрестегі тактикасы бірінші қарулы қақтығысқа шыққан жоқ. Әуелі Сібір генерал-губернаторына арнайы хат жолдады. Онда Ақтау бекінісі мен Ақбұлақ приказын жоюды, омбыда тұтқында отырған өз адамдарын түгел босатуды және қазақ жерінің тұтастығын қалпына келтіру туралы хат жазды. Бірақ генерал-губернатор Кенесарының жіберген адамдарын 1000 солдаттың арасына өткізіп дүре соқтырып, олардың әскерге жарайтындарын әскерге алып, қалғандарын Сібірге жер аударды. Бұл Кенесары ханның ашу ызасын туғызды. Сондықтан Кенесары патша үкіметінің әскери жасақтарына шабуыл жасады. 1837 жылы Ритовтың отрядын тасталқан етті және сол жылы Симоновтың әскери жасақтарына күйрете соққы беріп, көптеген қару-жарақтар мен оқ-дәрісін тартып алды. 1838 жылы Кенесары көтерілісшілерінің саны 20 000 адамға дейін жетті және оның атақты батырлары көтерілісті басқарған Ағыбай, Иман, Бұқарбай, Басығара, Бұғыбай, Сұраншы, сондай-ақ өзінің інісі Наурызбай менен әпкесі Бопай да қатынасты. 1838 жылы Ақмола бекінісін қоршауға алды. Ақмола бекінісін Құдайменді ұлы менен әскери старшина Карбышев басқарды. Кенесары шабуылды 38 жылдың 7 тамызында таң ата бастап, бекіністі өрт шығаратын жебелермен атқылап, өртеп жіберді. 1841 жылы Кенесары басқарған көтерілісшілер Қоқан әскерлері орналасқан Созаққа, Жаңақорғанға, Жүлек, Ақмешіт бекіністеріне шабуыл жасап, қоршады және бірнеше бекіністерді алды. 1841 жылы қыркүйек айында 300-дің өкілдері Кенесары Қасымұлын хан сайлады. Кенесары Қасымұлы ұлт-азаттық күресті табысты жүргізу үшін бір орталықтан басқарылатын мемлекет құрды және оны өзі басқарды. Сондай-ақ ханның жанынан осы кеңесші орган кеңес құрылды. Кенесары хандықты өзінің сенімді адамдары жасауылдар арқылы басқарды. Жасауылдар сот ісімен, шаруашылық мәселелерімен, дипломатиялық жұмыстармен, алым-салық жинаумен және әскери істермен айналысты. Міне бұл бір орталыққа бағынған мемлекеттің құрылуы ендігі жерде Кенесары басқарған көтеріліс ұйымдасқан сипат ала бастады. Бұл патша үкіметінің зәре-құтын қашырды.
Патша үкіметі көтерілісшілерге қарсы жорық ұйымдастыру жөнінде жарлық шығарды. Ханның басына 3000 сом мөлшерінде сыйлық жариялады және көтерілісшілерге қарсы сұлтандар Жантөре менен Айшуақұлы бастаған әскер жасақтады. Сондай-ақ Омбыдан, Петропавлдан, Қарқаралыдан әскерлер шықты. 1844 жылы Кенесары басқарған көтерілісшілер Жантөре ұлының әскерлерін қоршап, күйрете соққы берді. Осы кезде сұлтанның 44 адамы қаза тапты. 1844 жылы тамызда Кенесары Екатерина станицасына шабуыл жасап, бекіністі өртеп, 40 адамды тұтқынға алып, қыруар малды айдап кетті. Бірақ патша үкіметінің жазалаушы отряды Кенесары көтерілісшілерінің соңынан қалмауы Кенесарының Сарыарқаны тастап Жетісуға қарай шегінуіне мәжбүр етті. Кенесары Іле өзенінің оң жақ бетіне өтіп, одан әрі Алатаудың етегіне көшіп барды. Жетісу жеріне келген Кенесары хан енді қоқандықтар менен патша үкіметіне қарсы күресу үшін қырғыздардың манаптарымен сөйлесіп, өз талабын қойды. Онда қырғыздарға өзіне бағынуды, сондай-ақ қоқан менен патша үкіметіне қарсы бірігіп күресу туралы ұсыныс жасады. Қырғыз манаптары бұған келіскен жоқ. Өзінің ұсынысын ашықтан-ашық қолдаудан бас тартқан қырғыздарға қарсы 1847 жылы сәуірде 10 мыңдай қолменен Қырғызстанның жеріне басып кіреді. Қырғыздарменен шайқас Ыстықкөл менен Шу өзенінің жоғарғы ағысындағы Кекілік Сеңгір тауының қойнауында өтті. Осы шайқаста Кенесары қолға түсіп, кейіннен қырғыз манаптарының әміріменен өлтірілді және оның қасында інісі Наурызбай да осы жазаға тартылды. Сөйтіп, Кенесары басқарған ұлт-азаттық көтеріліс осылайша жеңіліс тапты. Көтерілістің жеңіліс табуының негізгі себептері Кенесары бірнеше бағытта патша үкіметіне, қырғыз манаптарына және Қоқан хандығына қарсы соғыс жүргізді. Екінші, Ресейдің жақсы қаруланған әрі күшті дайындықтан өткен тұрақты әскеріне қарсы тұра алмады. Үшіншіден, сұлтандар мен рубасылардың арасында ауызбіршілік болмады. Кенесары хан хандық билік жойылғанның өзінде 300-дің басын біріктіріп, қазақ мемлекеттігін қайтадан қалпына келтірді. Өзінің мақсатына жете алмаса да, Кенесарыны қазақ халқы талантты әскери қолбасшы, аса көрнекті мемлекет қайраткері және соңғы ханымыз деп біледі. Достар, Кенесары Қасымұлы басқарған ұлт-азаттық көтеріліс туралы сабағымды аяқтаймын. Сіздерге пайдалы болды деп есептеймін. Менің еңбегімді бағалап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, достарыңызға таратыңыздар, комментарий мен лайк басып қойыңыздар. Сондай-ақ тегін білім алыңыздар. Және де осы видеоның соңында шығып тұрған видеоларды да оқып кетулеріңізді ұсынамын. Сау болыңыздар.